Соңғы уақытта Қытайдан әкелінген жеңілдікпен рәсімделген көліктерге қатысты күтпеген жағдайлар көбейіп жатыр. Қазақстанның әртүрлі өңірлеріндегі кейбір көлік иелері банк шоттарының кенеттен бұғатталғанын айтып шағымдануда. Сонымен қатар оларға қосымша кедендік төлемдер мен қарыздар есептеле бастаған. Кей азаматтардың айтуынша бұл сомалар бірнеше жүз мыңнан бастап 1 миллион теңгеге дейін жеткен. Осындай жағдайға тап болғандардың бірі алматылық тұрғын. Оның айтуынша ол өткен жылы Қытайдан гибрид көлік сатып алып, барлық рәсімді заң аясында өткізген. Көлік кедендік тексеруден өтіп, Қазақстанда тіркеліп, мемлекеттік нөмірде берілген. Сол кезде ешқандай мәселе туындамаған. Алайда арада біраз уақыт өткен соң оның банк шоттары бұғатталып, қосымша төлем туралы хабарлама келген. Тиісті мекемелерге жүгінген кезде көлікке байланысты қосымша кедендік төлем төлеу қажеттігі айтылған. Бұл жағдай жүргізуші үшін күтпеген жаңалық болған. Осындай мәселеге тап болған көлік иелері еліміздің бірнеше қаласында да бар екені айтылуда. Олардың сөзінше көлікті рәсімдеу барысында барлық қажетті құжат тапсырылып, тексерістерден толық өткен. Сондықтан көптеген азамат кейіннен қайтадан қосымша төлем талап етілуіне түсінбей отыр. Қазір бұл мәселе әлеуметтік желілерде де қызу талқылануда. Кейбір жүргізушілер мұндай жағдай мыңдаған адамға әсер етуі мүмкін деп алаңдайды. Ал көлік иелері өз құқықтарын қорғап, мәселенің заңды түрде шешілгенін қалайды.